Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Қанағатшылдық әрекетсіздік пен жалқаулыққа ұласпауға тиіс. Қазір әлеуметтік желінің жақсы жағы да бар ғой. Көп нәрсені көресің, ақпарат аласың, қызығасың, ұмтыласың, жетесің. Қаладасың ба, ауылдасың ба, айырмашылық жоқ. Осыдан 10 жыл бұрын әлеуметтік желі дамымаған кезде ауылда тұрдық. 3 бала бар. Ауылдағы ескі 2 этажды үйден от жағатын паналар болады ғой, сонда тұрдық. Күйеуім 60, өзім мұғалім боп 30 мың жалақы алатынбыз. Шелекпен суды төгемін. Қол жуғыш, балалардың кезек-кезек горшогы, кірдің суы, көмір, күл. Алла куә, мен осыдан артық өмір бар екен деп ойламайтынмын. Өзімше ойлап қоямын. Мә, қандай бақыттымын. Үйім бар, ешкім мазаламайды. Жұмыс бар, не жегім келсе жеп, ішемін. Ауылда бәрі таныс, тыныш, күшті. Ал жолдасым қаладан жұмыс сұрай беретін. Мен болсам, қой отыр, құтырмашы, қалада квартира ақшасын төлеу, өмір сүру. Сенің бір айлығыңа қарау мүмкін емес. Жоқ, қыста бір ұсыныс түскенде жібермей тоқтатып қойған едім сол жылы. Ал жазда тыңдамай кетіп қалды. Әйелдің айтқанын тыңдап жүретін біреу кездескенде, мен әлі сонау жақта еш өзгерместен жүре берер едім. Ер мен бөрі азығы жолда деген осау. Көшсек қара түнек болады деген қала өмірінде Аллаға шүкір аш қалмадық. Негізі қыста да шақырған еді. Пеш бар, су бар деп бізді тастап кете алмаған ғой. Ал жаз сәтті кез еді. Менің жайым сұрасаңыздар, қызым 3, жастары 4-те, 2-де және кішісі 3 айлық. Әлі естері кіре қоймаған, бір аттам су төгуге сеніп шығып кету үшін жүрек керек. Біз тұратын ауылдың мәселесі су еді. Сағат 6-дан бастап 2 сағат қана сарылда бағатын. Сол сағаттардан қалып кетсең, біттің. Менде 5 литрлік тұран баклажкасынан 20 шақтысы болды. 10 шақтысын толтырып, әйде екеуін 2 қолға ұстап, екінші қабатқа 4-5 айналым таситынмын ғой. Кір жуудың да өз ертегісі бар. Басқасын қойшы. Жуғаныңды далаға жайып қойсаң, үнемі жарты сағаттан соң күн құбылып жаңбыр төгетін. Ол жинап ала қоятын үлкен 3-4 зат болса жақсы ғой. Тыртиған, қожынаған бала киімдерімен жаялаға. Сол жайт күнде қайталана бергесін, бір күні азарланып отырып жылағаным бар. Ал горшокқа 2 үлкенінің бір уақытта үлкен дәретке отырып, шаруасын тындыруын міндеттейтінмін. Бір жола төгудегі мақсат қой. Алайда бала болғасын, ол заңға организм бағынсын ба? Бұл төркіні алыста, көмектесетін адам жоқ болғандағы ауылдың жас әйелінің бастан өткені. Бірақ күн аяқталғанда күшті бір стресс басатын нәрсе болды. Дүкенге барғанда күн сайын бір немесе жарты келі бал мұздақ алатынмын да, мұздатқышқа балаларға көрсетпей тығып қоятынмын. Сосын балаларды ұйықтатып тастап, соны қолға алып, ескі LG теледидардан Сұлтан Сүлеймен көретінмін рахаттанып. Ал күйеу барған жерінде орналасу, жақсы көріну үшін өз жұмысын уайымдамай атқару керек. Сол үшін де бәрі жақсы, проблема жоқ деген режим қосылып тұрғаны жөн. Бұл 2 айға тарта уақытқа созылды. Алда пәтерге көшу қызығы бар. Көкшетау шағын қала. Пәтер табу Астанадағыдай оңай емес. Бірі ескі болса, бірінің жағдайы белгілі. Жақсы дегендері баламен кіргізбейді. Сөйтіп межеленген қызметтік үй босағанша біреуін табу керек болды. Әйтпесе ауылда қыркүйек азынап, маған үй жылыту қиынға түсетін түрі бар. Содан қыркүйек ортасында бір апа мен атаның пәтерімен келісіп, бізді көшіріп әкелді. Менің пәтер иесі дегендегі көп адамдардан ең есінде қалғаны осы Әлима апа болды. Есімі Әлима.
5-ші қабаттағы ескі пәтерде бұл кісі ес білгеннен тұрған болуы керек. Біз бірінші пәтершісі екенбіз. Содан не керек? Күніне таңертең бір, түсте бір, кешке бір есік қағып тұратын болды. Одан қалса үй телефонына шырылдатады. Алмасам жетіп келеді. Балалар қабырғаға жазбады ма? Диванға піш етпеді ме? Ас үйде май тамбады ма кафелге? Келе береді. Тіпті есікті былай жаппа, былай жап деген сияқты енемізден көрмеген ескертпелер кетеді дейсің. Жақсы, уақытша ғой дегенмен адам қиналады екен. Қашан Әлим апа кіріп келеді, Алла сақтасын, үстел қисайып тұрған жоқ па? Ваннада су шашырамап па? Деп соны ойлаумен жүресің. Басқа проблема жоқтай. Пәтер қожасы деген айына бір келіп, ақшасын алып, бір қарап көзбен шолып шығып кетпеуші ма еді? Иә, өз пәтерің болмаса салып ұрып қалаға келгенмен орнығып кету қиындығы өз алдына екен. Сөйтіп жүргенде қызметтік квартира босады. Үлкен 3 бөлмелі, жаңа, ойлағаннан да жақсы пәтер болып шықты. Қуанышымызда шек жоқ. Алайда дәл сол 1-2 күнде көше алмайтын едік. Себебі арғы күні Астанаға кетуіміз керек. Менің үздік оқытушы деген республикалық байқауым. Сол жылы жазда ерігіп, 2 айлық баламен декретте болсам да, осы облыстық байқауға келгем. Содан 1-ші орын алған едім. Енді мен Астанаға барып, бүкіл Ақмола облысының намысын қорғауым керек. Ең болмаса ертең қатырып дайындалмасам да, ең берісі жуынып шайынып, демалып, ойымды жинақтауым шарт. Квартира жаңалығы үстінен дәл сол уақытта баяғы Әлима апам түсе қалды. Асықпай 1 апта көлемінде пәтеріңізді өткіземіз, деп көшетінімізді айттық. Келіскен сыңайлы кетіп қалды. 2 кештің ортасында қасында 2 әйел бар. Апам тағы жетіп келмесі бар ма? Үйден шығыңдар, мына кісілер алам деп тұр. Ертең кілт қолымда болсын. Кедей болсаң көшіп көр, дегенді көп көшетін жандар түсінеді. Сонымен түнімен зат тасыдық. Таңертеңнен балконнан бастап, тоңазытқыштан аяқтап жуып тердік. Түс ауа бүкіл стенд, көрнекілік тағы басқа жинақтап, кешкі 9-да 3 баламен жолға шықтық. Ең қызығы, Әлим апаның кілті бізде жүр әлі. Жолдан тастап кеттік. Айтуынша кешегі пәтер жалдаймыз дегендер айнып қапты. Сонша қысылтаяңда қинап еді. Сонымен 2 күн ұйықтамаған, пәтердің сарсаңымен жүрген, балалары сөз түсінбейтін кішкентай, сабағының, сөйлейтін сөзінің басын ашып қарамаған, дайындалмаған, бір үлкен плюсы, күйеуі қолдаған Гүлекем не істеді екен деп ойлайсыздар. Астанаға түн ауа жеттік. 2 түн ұйықтамай, одан бала жылап дегендей, ал таңертең 9-да жарыс басталмақшы. Өтетін орынға келіп тіркелуден өттік. Кім нешінші боп сабақ көрсететінін жеребе арқылы шешті. 2-ші деп шығып тұр ғой. Бір нәрсе қайырлы, оңынан туар болса, оп-оңай жүзеге асады. Деген оймен өзімді алдарқатып жұбатып тұрмын. Сонымен енді басталады дегенде, бала қарай тұруға келген қайнымды жатырқап қызым бақырып, өзім алақтап, хабарлағанда атып шықтым. Көрсеттім, айттым, сұраққа жауап бердім. Шыққанда күйеуім: «Неге қызықтырып сөйлемедің?» деді. «Ане, жаман шықты ма?» «Жай, өз сабағыңа өзің қызығып тұрған жоқсың. Сондықтан білмеймін». «Иә, ол жарыста мен орын ала алмадым. Бұйырғаны, ынталандыру сыйлығы болды». Бұл оқиға мен айтқым келгені, өмірде өзіңді көрсетуге мүмкіндік беретін оқиға болса басқа қосымша, өткінші шаруаға көз жұма тұрып мән бермеу керек екен. Екіншіден, істеген ісіңе, жазған жазуыңа, айтқан ісіңе өзің риза болуың, қызығуың шарт. Өзің ұнатып қызығып тұрмаған нәрсе ешкімге де қызық емес. Ал жалпы,
Ауылдан көкшеге, қаладағы пәтерден пәтерге көшуімді баяндаудағы мақсатым басқа. Қазір менің қолым қалалы жерде. Бар жағдайы жасалған өз баспанам бар. Аллаға шүкір, көп балалы анамын. Табысымыз да жақсы. Өзімізге жетіп жатыр. Бірақ мен осы барыма шүкір дей келе, әлі де алға ұмтылуды, биік мақсаттар қоюды, оған ұмтылуды тоқтатпақ емеспін. Менің жазбамды оқып отырған әрбір жанға, оның ішінде әсіресе жас отбасыларға қандай жағдайда да алға, жоғарыға ұмтыл дегім келеді. Әрине, кез келген қиындыққа төзімді болған, қолда барға шүкіршілік қылған да жақсы. Бірақ маңдайыма жазылғаны осы екен деп үнсіз жүре беруге, ауыр тұрмысты күнделікті өмірдің өшпес бейнесіне айналдыруға болмайды. Қанағат, осыған да шүкір деп жүре берсеңіз, ешкім сізді келіп алға сүйремейді. Өзгелер өздері кете береді. Сіз артта қалып қоя бересіз. Сондықтан қанағатшылдықты әрекетсіздікке, артта қалушылыққа, жалқаулық пен жоқ-жітік өмірге ұластырмаңыз. Қиындықтарға, бүгінгі күндегі өз көңіліңіз толмайтын жайттарға уақытша деп қарау керек. Содан соң ол тығырықтан не түкпірден шығудың жолдарын қарастырыңыз. Осы дұрыс-ау деп тапқан жолға қорқақтамай қадам басыңыз. Әрине, алғашқы кезде тайғақтайсың. Сүрініп жығылуың да мүмкін. Бірақ қайта тұрып бастапқы бағытынан танбағандар түптің түбінде әйтеуір бір нәтижеге жетеді.